Сенімді құрал. Ирандық бір шах семіз болғаны сонша артық салмақтан әбден зардап шегіп, денсаулығына орасан зиян тигізіпті. Ол елдегі барлық емшілерді жинап, оны емдеуді талап етіпті. Бірақ ол не істесе де, шах одан сайын семіре беріпті. Содан бір күні оған ақылды дәрігер келіп, мен сізді емдейтін боламын. Маған дәрі ойлап табуға 3 күн мұрсат беріңіз, дейді. 3 күн өткен соң емші, о мәртебелі шах, сенің тағдырыңды зерттеп, 40 күн ғана өмірің қалғанын анықтадым. Егер маған сенбесең, мені зынданға қамап, өшіңді ал, деді. Шах дәрігерді бірден зынданға тастауды бұйырды. Ал өзі жақын арада болатын өлім туралы қайғылы ойларға салынып, ойын сауық пен атқа мінуден бас тартты. Күн өткен сайын қайғысы ұлғайып, арықтап, жіңішкере берді. 40 күн өткен соң зынданда жатқан дәрігерді әкелуді бұйырды да, өзінің әлі неліктен тірі екенін сұрады. О, тақсыр, деді дәрігер, мен сені арықтату үшін осындай айла шарғыға бардым. Сізге басқалай пайдалы дәрі таппадым. Бұны естіген шах аман қалғанына қуанып, оған үлкен алғысын білдіріпті.